Тұрғындармен кездесу. Ертең облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев Балқашқа келеді. Жылға қорытынды. Өткен жылы қаламызда тіркелген төтенше жағдайлардың саны азайған. Балқаш көлінің маңында балық аулауға шыққан 3 адам құтқарылды. Құтқару пультіне бүгін таңғы сағат 5-те балықшылардың хабарсыз кеткені туралы хабарлама келіп түскен. Құтқару тобы жұмылдырылып, түскі сағат 12-де 3 адам табылды. Олар медициналық көмекті қажет етпеді. 5 часов. Сағат таңғы 5-те Алматы облысы оңтүстік жағалауда Mitsubishi Pajero автокөлігімен шығып кеткен 3 адамның жоғалып кеткені туралы хабар келіп түсті. Өтінішті туыстары берген. Іздеу жұмыстарын жүргізуге Нива автокөлігімен құтқару тобы жіберілді. Бұл мәселе Алматы облысымен бірлесіп шешілді. Облыс тарапынан бір бірлік техника мен 4 маман жұмылдырылды. Өткен жылы қаламызда тіркелген төтенше жағдайлардың саны азайған. Бұл туралы төтенше жағдайлар басқармасында өткен брифингте мәлім болды. 2022 жылы 413 шұғыл хабарлама тіркелген. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 11% аз. Сондай-ақ өрт саны 16% азайып, 54 оқиға тіркелді. Өрт салдарынан 2 адам қаза тапқан. Тілсіз жаудан жарақат алудың 3 оқиғасы тіркелген. Құтқарушылардың мәліметінше қызыл жалын көбіне жеке тұрғын үй секторларынан тұтанған. Негізгі себептері отқа абайсыз қарау, қауіпсіздік ережелерін сақтамау. Сотрудниками управления на Тұрақты негізде басқарма қызметкерлері жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп тұрғын үй секторында өрттің алдын алу жұмыстарын жүргізеді. Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы жаднамалар таратамыз. 2022 жылы 5322 үйді аралап, 21 мыңнан астам адамға нұсқау берілді. Шағын, орта және ірі бизнес нысандарына келетін болсақ, инспекторлар 2022 жыл ішінде өрт қауіпсіздік саласында 120 тексеру жүргізген. Олар бойынша 400-ден астам заң бұзушылық анықталды. Барлық кінәлі тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Барлығы 132 әкімшілік материал тіркелген. Он үшінші қаңтар күні облыс әкімі балқаштықтармен қауышпақ. Ермағанбет Бөлекбаевтың тұрғындармен кездесуі сағат 11:00-ден бастап Мағауия Хамзин атындағы Мәдениет сарайында өтеді. Аймақ басшысы жеке қабылдауында өткізеді. Айта кетейік, облыс әкімі осыдан 1 ай бұрын тағайындалған еді. Қатты аяз, қарлы боран күндері алыс жолға шықпаңыз. Өткен аптада қар борап, осы аптада үскірік аяз болғаны мәлім. Құтқарушылар қар құрсауында қалған 146 автокөлік иесін эвакуациялады. Олардың ішінде 34 бала бар. Егер автокөлікпен алыс жолға шығу қажеттілігі туындаса, төтенше жағдайлар қызметі бірінші кезекте автокөлікті тексеріп шығу керек екенін атап өтті. Аязға төзімді тежегіш сұйықтығына, майға, дұрыс желдету мен аккумуляторды қарап алған жөн. Жолға шыққан кезде, трассаға шыққан кезде автокөлікпен өзімен бірге жылы киімдер және де жылы жаңағыдай температураның төмендеген кезінде жанар жағармайды көбірек алып өзімен бірге. Автокөлік тұрып қалған жағдайда соның ішінде жылынып отыруға, құтқарушылар келгенше жылынып отыруға және де өзімен бірге жарық шамдарын алуға болады. Жаңағы құтқарушылар іздеп жатқан кезде өздеріне белгі беруге болады, қай жерде тұрғандарын, және де өзі кетіп бара жатқанда үйлерінде үйіндегілерге қай жаққа қарай кетіп бара жатқан, қай аумаққа кетіп бара жатқандарын айтуға болады. Жол үстінде қарлы боран басталып, жол көрінбей қалған жағдайда бірден алдыңғы және артқы тұманға қарсы шамдарды қосу керек. Жолдың көрінуі шектеулі болған жағдайда кез келген жолмен жүру өте қауіпті. Себебі айдалада ұзақ уақыт тұрып қалу мүмкіндігі жоғары. Көлікте қосалқы доңғалақ, баллон кілттері, жөндеу жинағы, сорғы, арқан, аккумуляторды қайта зарядтауға арналған кабельдер, апаттық тоқтау белгісі, өрт сөндіргіш пен алғашқы дәріханалық көмек жинағы болуы керек. Төтенше жағдайларда толық жабдықпен жүру арқылы өзіңізге ғана емес, басқа автокөлік иелеріне де көмектесе аласыз. Наклоны обязательно должны быть наклоны. Ең алдымен адамның төменгі дене бөлігі аяқтары мұздайды. Содан кейін жоғарғы жақтары. Аяқ қолды үсік шалудың алғашқы симптомдарына тоқталсақ, әдетте қолдарымыз қызғылт түсті болса, аяз шалған кезде ашық бозғылт болып кетеді. Бір орнында секіру болсын, отырып тұру болсын, қан айналымы жүру үшін дене қимыл қозғалыста болуы керек.
Балқаш қаласының төтенше жағдайлар басқармасы қыс мезгілінде әсіресе жолға шығу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Төтенше жағдайлар туындаған жағдайда 112 нөміріне хабарласуға болады. Уважаемые наши Құрметті телезрители, тұрғындар, ауа райы қызметінің хабарламаларын елеусіз қалдырмаңыздар, сақ болыңыздар. Мұның барлығы өз өмірлеріңіздің қауіпсіздігі үшін жасалады. Балқаштық азаматша осымен екінші рет интернет алаяқтардың құрығына ілігіп отыр. Тұрғын бұл жылы OLX қосымшасы арқылы зат сатамын деп 89 мың теңгесінен қағылып отыр. Мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған орындықты сату үшін хабарландыру салдым. 30 желтоқсанда маған бір сатып алушы әйел адам жазды. Басқа қаладан екенін, жеткізу қызметін пайдаланғысы келетінін сұрады. Барлығын өзім рәсімдеймін, ақшаны аударамын деді. Жаңа жылдан кейін маған сілтеме жіберді. Ол жерде ақшаны алу деген батырма болды. Мәліметтерді жазу керек екен. Банк картамның артындағы 3 санды кодты жаз делінген. Әлгі бейтаныс сатып алушы бұл қажеттілік картаның шынымен де өзімдікі және банкте тұрғандығын тексеру үшін қажет деп айтты. Келесі күні кешкі уақытта ол маған жаңа сілтеме жіберді. Сілтемеге кіріп, қайтадан картамдағы мәліметтерді 3 санды кодты да жазып шықтым. Картамның жұмыс істеп тұрған тексеру мақсатында қанша қаражат барын сұрады. 89 мың теңге барын айттым. Тек таңертең ойланып, банк қосымшасын тексеруді шештім. Ақшам жоқ екенін аңғардым. Барлығын шешіп алған. Сол кезде ғана алаяқ екенін түсіндім. Оған жазғаныммен әрине ол мойындамады. Айта кетсек, осымен екінші мәрте алданған азаматша өткен жылы дәл осы қосымшаны пайдаланамын деп 100 мың теңгесінен айырылып қалған. Хабарлама қосымшаның өзінен келді. OLX қолданатындар білетін шығар, ол жерде тұтынушылар деген нәрсе бар екен. Бір тұтынушы анық есімде емес, $1000 ақша алыңыз деген хабарлама жіберді. Сол сілтемеге кірдім. Онда бұл қызметке қол жеткізу үшін шотқа ақша салыңыз деп жазылып тұрды. Қанша ақша бар салып жібердім. Кейін сілтемелер бірінен кейін бірі шыға берді. Алаяқтық екенін түсініп үлгерсем де 100 мыңнан аса қаражатымнан айырылып қалдым. Бұл қосымша отандық болған соң сенуге болады деп ойлаған едім. Құқық қорғау қызметкерлері зардап шеккендер интернет алаяқтық туралы біліп, тіпті алданып қалса да, бұл әрекетінен сабақ алмай, аңғармай, қайта алданып жатады дейді. Тұрғындарға барынша мұқият болуды ескертті. Құрметті Балқаш қаласының тұрғындары және қонақтары, сіздерде бүгінгі күнге интернет алаяқтық бойынша жоғарғы деңгейде жүріп жатыр. Сол бойынша ескерткіміз келеді. Интернет алаяқтық әртүрлі сайттардан болып отыр. Мысалға OLX, Instagram, Колеса және банк қызметкерлері болып звондайды. Оларға сенбеулеріңізді сұраймыз. Және де ешқандай код подтверждения дейді, жаңағы SMS арқылы келеді. Соларды айтпауларыңызды сұраймыз. Бүгін дүние жүзі бойынша діндер күні аталып өтуде. Дінге кіретінде ислам дінін ұстанатын халқымыз басқа да діни бағыттарға сыйласымдықпен қарайтын зайырлы мемлекетке айналған. Ислам дегеніміз жалпы бейбітшілік деген мағынаны береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан ислам жайында сұралған уақытта ислам дегеніміз ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі екендігіне куәлік беруге, намаз оқуға, бай болатын болса зекет беруге, Рамазан айында ораза ұстауға, мүмкіндігі жетіп жатса қажылық жасауға шақырады. Бұл исламның 5 тірегі. Ислам дінінің шақыратын амалдарының бірі ол көркем мінезділік. Енді көркем мінезділік болсын, сабырлық амалдары болсын, оның баршасын ең жоғарғы дәрежесін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көрсетіп берді. Және де осы сабырлық турасында Құранда Алла Тағала «Инналлаха юхиббус сабирин». Алла Тағала сабыр еткен құлдарын жақсы көреді дейді. Күнделікті өмірде адамның басына сан түрлі сынақ келеді. Нағыз мұсылманға тән қасиет, басқа қандай іс түссе де түбі қайырлы дүниені алып келетіне кәміл сеніп барлығын тек жаратушы Аллаға тапсыру. 5 күндік жалған дүниеде сабырлық, мейірімділік, адамгершілікті жоғалтпай ақ жолмен жүруге шақырады. Жылы сөйлесең жылан дінінен шығады дейді. Қатты сөйлесең мұсылман дінінен шығады дейді. Дініміздің шақыратын амалдары ол жылы жұмсақ сөйлеуге. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мұсылман адамы тілімен де
толымен де екінші бір адамға зиян келтірмейді дейді. Міне сыпайылықтың ең керемет үлгісі осы. Мұсылман адам басқаның арына, малына, жанына қол сұқпайды. Жағымсыз дүние орын алған жағдайда тіпті оны 70 түрлі себеппен ақтап, бойына жамандық, реніш, өкпе-наз жинаудан аулақ. Бір ағамыз айтады, Барселонадан ұштық дейді, сонда самолет жоғарыда қатты сілкінген уақытта, енді жаңағыдай келіп, ремендерің тағыңдар деп жатқанда, бір ағамыз орнынан тұрып азан айтады. Сол уақытта азан айтып, бетін сипаған кезде, баршасы бетін сипат дейді. Ана жерде өзге дін өкілдері жетеді дейді. Сол кезде самолет жаңа сілкінуін тоқтатты дейді. Сонда қарасаңыз, ол уақытта Құдай керек болып тұр да. Ислам діні ағайынмен де, көршімен де жақсы болуға шақырады. Пенде кіршіксіз болмайды, әр адам қателеседі. Алайда адамның қателігі тек өз мойнындағы жауапкершілік. Кез келген ілімнің соңғы нүктесін қарайтын болсақ, ол Құранға келіп тоқтайтындығы. Мысалы, әлемдегі үлкен ғалымдарды қарасаңыз, әлемге жар салып, таудың тамыры бар екен деген уақытта, таудың тамыры, енді ол біздерге үлкен жаңалық болса, оны 14 ғасыр бұрын Құранда Алла Тағала айтып қойды. Оған ислам ғалымдары ешқандай таң қалмаған. Өлең шумақтарының соңғы жағында айтады, оқу білген таниды бір жаратқан Құдайды дейді. Танымаған Құдайды не қылғанда ұнайды дейді. Шырағым адам болғай деп ата енең жылайды, баладан хайыр болмаса баланы неге сұрайды дейді. Енді Құранда Алла Тағала көптеген жерінде Аллаға бойсынудан кейінгі орында ата-анаға қарайласуға шақырады. Бұл дегеніміз исламның шақырып отырған нәрсесі қартайған кісілердің қызметінде болу, жас балдарға көңіл бөліп, мейіріммен өсіру керек деген. Балқаштық жауынгер топ-тим клубының спортшысы жекпе-жектен Қазақстан чемпионатында бірінші орын иеленді. Турнир Қостанай қаласында өткен. Жерлесіміз еліміздің әр өңірінен келген 200-ге жуық спортшының арасынан басым түсіп, үздіктердің қатарынан көрінді. Ол жерде мен 3 пайызбен кездестім. Екеуін дасыру үшіншісін финалда кішкене сәл қиын болды. Мен осы жерде Мұханов Мадияр Бейбітұлына рахмет айтқым келеді, өзімнің бапкерім. Сол кісі мені күні-түні дайындады, әлі де үлкен белестерге жетеміз, Алла қаласа. Жауынгер топ-тимде 20-дай бала дайындалады, өзімнің шәкірттеріміз. Осы арада 17 январь күні біздің 2 шәкіртім, Нұрмұхамед Сырымжан және Қожахметов Ернар жарысқа ойға шығады. Профессионал желесі жекпе-жекке, Алла қаласа, октагон селекшнға сәттілік тілеп қойымыз, дайындығымызды дайындадық, иншалла. Сосын не деймін саған, жастарды мен салауатты өмір салтына шақырам, спортпен айналысуға. Спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Сондықтан ММА-ға приемдар үйренеді, грэпплингтан, ММА-дан, кикбокстан бұл жерде бәрін үйренеді. Өздерінің үшін ғой спортпен айналысу деген. Менің арманым осы балаларым, шәкірттерім Қазақстанның көк туын көтеруді армандаймын. Синоптик мамандар алдағы күндері аяздың беті қайтып, күн жылынатынын жеткізді. 13 қаңтардан бастап ауа температурасы күндіз -16, -18, тіпті -12 градусқа дейін төмендемек. Ал түнде -22, -27 градус сақталады. На данный момент Балқашта 13 қаңтар күні жел жылдамдығы секундына жарты метрге жетеді. Түнде -25-27 градусқа дейін төмендейді. Ал күндіз -16-18 градусты сақтап, аяз басылады. 14 және 15 қаңтарда ауа райы болжамы өзгеріссіз, күндіз -12-14 градус болса, түнде -22-24 градусты көрсетпек.